Ал енді Назерке, кайырлы күн. Енді біздің өзің туралы деген сұрақтар, отбасың туралы өзің жайлы бүйтіп айтып берсең кішкене. Кайырлы күн. Менің есімім Амангелді Назерке Мақсатқызы. Күршім ауданы Сарыөлең ауылының тумасымын. Қазіргі таңда тұрмыстамын. Бір қызым бар. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінде лектор қызметін атқарамын және PhD докторантпын. 3-ші курс. Қай жақтыкың дедің? Күршім ауданы Сарыөлең ауылы. Сен осы жаққа қашан көшіп келдіңдер? Қалаға көшіп келгендер? Мен 11-ші классқа дейін сол жерде бітірдім, 11-ші сыныпта. Одан кейін Алматы қаласында Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне оқуға түсіп, сол жерде 7 жыл оқыдым магистратурамен. Одан кейін тұрмысқа шығып, жолдасымның жұмысы осы жақта болғаннан кейін осы жақта енді қоныстандық. Өскеменге қайтып келдің? Иә, қайтып келдім. Сенің бір қызың бар дедің, нешеде қазір ол? 2,5 жасы. Аты кім? Аты Айназ. Үйдегілер қалай қабылдады сен осы конкурсқа қатысам дегенді? Білді ма олар жалпы? Басында енді әрине жасыруға тырыстым, өйткені кішкене бұрынғыдай емес, тұрмыстамын дегенде кішкене қысылдым, ұялдым деген сияқты. Бірақ жолдасыма айттым, қолдады. Одан кейін өзімнің анама айттым, екінші анама айттым. Олар да әрине жақсы қабылдап, неге барып көрмеске, бағыңды сынамасқа деп, сөйтіп өздері қолпаштап жіберді өздері. Бұған дейін сен өзің айтқансың, мен қатысқам осындай конкурстарға деп. Қайда қатысып ең? Сол туралы кішкене. Университет қабырғасында жүргенде Мисс Казну университеттің аруына қатысқанмын. Финалға дейін жеттім, бірақ ары қарай өкінішке орай жүлделі орындарды иелене алмадым. Одан кейін қазақ аруының кастингіне де өткенмін, бірақ белгілі бір себептермен, отбасылық жағдайлармен ары қарай жалғастыра алмадым. Енді осында кеп аяғына дейін барам деп шештің ба? Иә, әрине бір болады ғой, әркімнің бір ішінде қалып кеткен бір армандар дейміз бе, бір жүлделі бір орынға иелену бір арман болып қалды ма, сондай ішінде кішкене бір сондай бір балалық арман, сезім сондай бар. Қалай ойлайсың, жетесің ба аяғына дейін? Білмеймін, енді қыздардың барлығы өте керемет, өте барлығы салт дәстүрге де жаңағы өтіп жатқан турлардың барлығынан қарап жатырмын, өте мықты қыздар. Бірақ енді мен де барымды салып тырысып жатырмын. Дұрыс айтасың, енді бәріміз өзіміздің бағымызды сынауға келдік деп екінің бір айтып жатыр. Сенің де мүмкін бағың бар шығар басқалардан қарағанда, енді кім біледі, ары қарай көрерміз. Енді осы конкурсқа келген себебің қандай, мақсатың қандай, бір үлес қосты ма сен өміріңе, бір өзгеріс болды ма, осы жайлы айтып берсең. Жаңағы айтып өткендей, бұл сайысқа қатысуда үлкен қорқыныш болды. Енді көп болды мұндай сахнаға шықпағалы. Сондықтан да үлкен қорқыныштарымды біріншіден жеңу, алға қарай даму, өйткені жаңағы үй шаруасында, жұмыста деп жүріп қалмай, өзіміздің қыз бала екенімізді, әйел адам екенімізді кішкене көрсетіп, сахнаға шығып, жаңағыдай қорқыныштарымызды жеңіп, белгілі бір құндылықтарымызды көрсету, сұлулығымызды, жан дүниеміздің, сыртқы дүниеміздің барлығын үйлестіріп көрсету деп ойлаймын. Енді мақсатым бас жүлде алу емес, жаңағыдай өз-өзімді жақсы жағынан көрсету, барлық мүмкіншіліктерді пайдалану. Айтады ғой бәрі гештальт закрытие, сондай бірдеңке бар сияқты, сенде? Әрине, енді әркімнің ішінде ондай бар деп ойлаймын. Ал бір өзгерістер болып жатыр ма өміріңде осы конкурсқа келгелі, қандай бір мүмкін сұрақтар, отбасыңда басқалай бірдеңке қарайтын шығар мүмкін? Өзгерістер дегенде енді жұмыста жүргеннен кейін бұндай шығармашылық жаққа көп бет бұрмайсың ғой, күнделікті жаңағы таңертеңнен кешке дейін сол жұмыс, одан кейін үй шаруасы деген сияқты. Ал қазір уже өзіміз барлығымыз байқағанымыздай ютубта да барлық жерде конкурстарды қараймыз, сайыстар қалай өтеді сол жағын қараймыз, әдет ғұрыптарды, әсіресе ұмытылып бара жатқан әдет ғұрыптардың барлығын есімізге түсіріп, оның барлығы үлкен бір бізге мүмкіндік деп ойлаймын, өз-өзімізді дамытуға көп нәрселерді үйреніп жатырмыз. Былай қарасаң, енді жүлделі
бұйыртса боларсың, или болмасаң да сенде көптеген андай оқығаның қалады өзіңмен, салт дәстүрлер жаңғыртып жатырмыз, сол да қалады. Қазір көбірек қазақша сөйлейміз, бір-бірімізбен де сөйлеп жатқан. Соған қалай ойлайсың? Ойың қандай? Әрине ойым өте жақсы, өйткені күнделікті өмірде біз қазақша отбасымызда да сөйлескенмен орысша сөздерді көбінде жиі қолданып кетеміз. Өйткені жұмыста да барлығы көбінде жаңағы қазір документтердің барлығы қазақша, құжаттардың барлығында кішкене орысша да сөздерді қосып оны қолданып жатамыз ғой. Бірақ осы сайысқа келгелі бір-бірімізбен сөйлескен кезде де, өйткені күнделікті қазақша контент түсіру керек деген сияқты ондай өнерім болмаса да енді тырысып жатырмын, кішкене контент түсіріп, жаңағы әлеуметтік желілерге қазақша салып, бұл үлкен мүмкіндік деп ойлаймын барлығымызға, жалпы қазақ тілін дамытуға, ұлтымыздың салт дәстүрін ары қарай әдет ғұрпын дамытуға үлкен өте жақсы жоба деп ойлаймын. Бұрын соңды бізде Шығыс Қазақстанда болмаған деп айтсам да болады. Рахмет. Өзім сұрап алған сияқты болған жоқ па екен? Сол үшін сіздерге, ұйымдастырушыларға және демеушілердің барлығына үлкен алғыс айтамыз. Осындай бізге мүмкіншілік беріп отырған жастарға үлкен берер тәрбиесі мол деп ойлаймын. Енді біріншіден Өскемен әкімдігіне рахмет айтамыз. Бірден бізді осылай қолдап, ары қарай осы проектті істеңдер, қолдаймыз, көмегімізді көрсетеміз дегеніне. Енді жалғыз бәрін істеген қиын ғой. Сіздерге, қыздарға рахмет, осылай келіп бірден сеніп артқанға бізге. Енді не деймін? Ең бастысы бағандан бері айтып жатқан қыздармен сұрап жатқан бәрі толығымен айтып бердіңіз. Енді өзіңіз біреуге деген алғысыңыз бар шығар, камераға қарап айтсаңыз болады. Иә, ең алдымен жаңағы ұйымдастырушылар мен демеушілерімізге үлкен рахмет айтамыз осындай мүмкіндік берген. Және де енді үйде барлығы тақымын мен үшін қысып отырған отбасыма үлкен рахмет айтамын. Екінші отбасыма үлкен рахмет айтамын. Мен осылай қолдап, үйде жолдасым балама қарап отыр, апасы барлығы осындай жерге жіберіп, мені уақытымды бәрін тиімді пайдалану үшін маған ыңғайлын жасап отырған отбасыма үлкен рахмет айтамын. Қолдап жатыр көптеген достарым, таныстарым барлығы танып, жұмыстастарыма үлкен рахмет айтамын. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетіне рахмет айтамын. Көптеген қолдаулар көрсетіп жатыр. Сол рахметім өте көп, енді айтатын адамдар өйткені қолдап жатқандар өте көп. Шын рахмет баршаларыңызға, осы қыздарымызды қолдап, бізге осы уақыттарын үнемдеп келгендеріңізге рахмет, қолдап жатқандарға да рахмет айтамыз.